Таңжарық бабамыздың ұрпағынан 2 ұл 2 қыз ғой. 2 ұлы осы Іле жерінде, 2 қызы Чара деген екеуі Қазақстанда. Бұл жерде сол менің әкем аты Уәлихан. Уәлиханнан Бақыт, мен Күләш деген менің қарындасым бар. Әзір Кеңсу ауылында тұрамыз. Таңжарық атамның туған баласы Нұржігіттің қызы боламын. Нұржігіттен 3 бала. Үлкен ағам Бақытжан, екінші ағам Нұрлан. Мен өзімнің атым Сайра, Ілес педагог институтында қызметкерімін. Таңжарық атамның 110 жылдығына арнау. Ақын бабам, асыл бабам, қормалым, қасиеттім, қабілеттім, қорғаным. Бүгінгі іскер ұрпағыңның қолымен орындалды аңсап өткен арманың. Тау суындай тасқындаған шабытың, түн-түнегін тұрды айдап даусың. Ұрпақтарға өшпес мұра қалдырдың, туған елдің тоғып ұстап намысын. Оқ ақын бабам ардағым, өзің жүрген өнер жолын таңдадым. 110 жылыңа жүрегімнің түбінен жалынды жыр, жағымды би арнадым. Сіздің Таңжарықпен қандай туыстық қатынасыңыз бар? Менің қайнағам болады. Оразханмен бірге туысады, екеуі ағайынды. Қайнағаңыздың атын тергейсіз бе әдетте? Қайнағам атын тергеймін, атамаймын. Кім деп атайсыз әдетте? Төраға деп атаймын. Таңжарықты төраға деп атайсыз. Төраға деп атаймын. Мен өзім 86-ға келдім биыл. Біздің енеміз төрағаға жерік болғанда Қамырстанның топырағына жерік бопты. Атамыз күнде бір шыны топырақ әкеп береді екен, енеміз соны ішіп жүріп төраға туыпты.